Алматының әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы іске асырған 28 жоба аясында қалада әлеуметтік бағыттағы жаңа жұмыс орындары ашылды. Мекеме ұйымдастырған іріктеуден өткен кәсіпкерлерге нысандар беріліп, қоғам үшін маңызы бар қызмет көрсету орталықтары құрылған. Бүгінде олар өз жұмысын жүргізіп жатыр. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырсын. Бүгінде өзінің шағын цехын ашқан Салтанат Байбатырова Алматының әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының жобасымен нысанды жалға алған азаматтың бірі. Әлеуметтік кәсіпкер қазіргі таңда балаларға киім тігеді. Одан бөлек бірнеше азаматты жұмыс орнымен қамтып отыр. Қазір менде 4 адам жұмыс істейді, менімен 5-еу. Соның ішінде әлеуметтік осал топқа жататын 2 адам бар. Алматы СПК-дан біз осы объектті алдық, және бұның жаңағы төлемақысы нарықтағы төлемақы қарағанда әлде қайда төмен. Мысалы, нарықтағы төлемақы 300 мың болатын болса, біз бұл жерге 50 мың теңге төлейміз. Ауқымды өте 125 квадрат. Әлеуметтік кәсіпкерлерге үй-жайды ұзарту мүмкіндігімен 3 жылға дейінгі мерзімге сатып алу құқығынсыз беріледі. Сондай-ақ жоба аясында 2 айға дейінгі жеңілдік кезеңі қарастырылған. Оның барысында жалға алу төлемі жүргізілмейді. Ал берілген нысанға қажет болған жағдайда кәсіпкер жөндеу жасай алады. Іріктеу кезінде шығармашылық және денсаулық сақтау саласына қатысты қызметтер мен білім беру жобаларына басымдық беріледі. Как только у нас появляется или освобождается. Тұрғын емес үй-жайларды беру мақсатында әлеуметтік жобалар бойынша өтінімдерге тұрақты негізде конкурстық іріктеу жүргіземіз. Оған әлеуметтік бағыттағы кәсіп ашқысы келетін кез келген азамат өтінім беріп қатыса алады. Конкурстар бос орын бола салысымен жарияланып отырады. Әлеуметтік жоба аясында жалға берілетін нысанның 1 шаршы метрі 413 теңгеге беріледі. Яғни кәсіпкер 50 шаршы метр орын үшін небәрі 20.650 теңге төлейді. Айта кетсек, бұл әлеуметтік жоба бүгінде Алматыда 167 жұмыс орнының ашылуына сеп болды. Оразай Нұртайұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.